Баршаңызға сәлем, құрметті менің қолдаушы достарым. Бүгін сіздерге сосиска в тестенің ерекше дайындау жолын көрсетемін. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыз. Ең алдымен бізге жылы сүт, жылы су, 1 шай қасық тұз және құрғақ ашытқы қажет. Осы қоспаларымыздың барлығын жақсылап тұрып араластырып аламыз. Сосын үстіне ұн сала отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырымыздың үстінен 2 ас қасық сұйық май құйып, тағы да бір қайтара илейміз. Иіліп болғаннан кейін бетін жауып, қамырымыз ашығанша жылы жерге қойып қоямыз. Көтерілген қамырымызды алып, бөліктерге бөлеміз. Мен 13 бөлікке бөлдім, себебі менде 13 штук сосиска болды. Осы рецепт бойынша жасасаңыздар, 12 штук сосиска в тесте шығу қажет. Енді әрқайсысын домалақтап отырып, кішігірім зуалаулар жасаймыз. Қамырларымыздың бетін жауып, 10-15 минутқа қалдырамыз. Сосын қамырларымызды шетінен ала отырып, домалақтап жайып шығамыз. Енді пышағымыздың көмегімен қамырымыздың жарты бөлігін 1-2 сантиметрді етіп кесіп шығамыз бөліп. Бірақ шеткі бөлігінен сызығынан шығып кетпеу керек. Сосисканы кесілмеген бөлігіне қойып ораймыз. Міне тағы да пышағымыздың көмегімен шеткі сызықтарын кесіп өтпей, жарты бөлігін 1-2 сантиметрді етіп кесіп шығамыз. Және сосискамызды кесілмеген бөлігіне қойып ораймыз. Дайындап болғаннан кейін барлығының үстінен жұмыртқаның сарыуызын жағып шығамыз. Байқасаңыздар, дайындау жолы ерекше, бұндай дайындау жолын көп жерде көрген емеспін. Егер менің видеоларым расымен де сіздерге пайдалы болып жатса, каналыма міндетті түрде тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк баса кетіңіздер. Енді бетіне күнжутымызды сеуіп, духовкаға пісіруге жібереміз. Міне осымен біздің сосиска в тестеміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Арайлым.